Қайырлы күн, достар. Сіздермен бірге Слушаш. Бүгін сіздермен өте оңай духовкада пісіруді қажет етпейтін, өте қарапайым заттардан дайындалатын күшті тортты дайындайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, каналға тіркелуді, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Барлық керекті заттардың құрамын төменде описаниеда қалдыратын боламын. Ең алдымен осындай печеньеларымызды қалауыңыз бойынша әртүрлі көлемде үгітіп аламыз. Менде топленое молоко деген печенье. Осы печеньені қолдануға кеңес беремін. Ендігі кезекте бөлек ыдысымызға қантымызды, какаомызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Какаомыз бен қантымыз жақсылап араласып кету керек. Кейін үстіне бөлме температурасындағы суымызды құйып, біркелкі массаға келгенше араластырып аламыз. Одан кейін үстіне сары майымызды қосып, кішкене араластырып, баяу отқа қоямыз. Немесе орташа отқа қоюға болады. Майымыз әбден ерігенше араластырамыз. Осылай какао қосылған қоспамыз кішкене көпіріктері пайда болып қайнағанша барлығын жақсылап араластырып тұру керек. Кейін оттан түсіріп, сәл 5-6 минуттай суытып аламыз. Осылай былғап-былғап, үгітілген печеньелардың үстіне құйып жібереміз. Какао қосылған массаның ыстылығына кішкене печеньеларымыз жұмсарады. Барлығын осылай араластырып аламыз. Кейін осындай формамызға саламыз. Менде 20 сантиметрлік форма. Осылай үстіне лопатканың көмегімен басу арқылы торттың формасына келтіреміз. Тортымызды кішкене холодильникке салып тұрамыз, салқын жерге. Холодильникте тұрған кезде үстіне ганаш жасайтын боламыз. Оны жасау міндетті емес. Ыстық клейге шоколадты қосып, шоколад ерігенше араластырып тұрып, кейін осылай торттың бетіне әдемілеп жағып шығамыз. Шоколадымызды жақсылап жағып шыққаннан кейін тортымызды холодильникке жібереміз. Максимум 1 түнге. Егер 1 түнге тұратындай мүмкіндік болмаса, онда 3-4 сағаттай салқын жерде ұстау қажет. Кейін холодильниктен алғаннан кейін осылай пышақтың көмегімен формадан босатып алып, осылай дастарханға ұсынсаңыз болады. Дәмі деген өте дәмді болып шығады. Андай Twix шоколадының дәмі шығады. Егер орех қосатын болсаңыз, онда өзгешерек дәмі болады. Осылай бетін әсемдеп, дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Дайындалу жолы өте оп-оңай. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Қазір кесіп, ортасында көретін боласыздар. Мінеки кескен кезде ортасы осындай. Қараңыздаршы, қандай әп-әдемі. Дастарханға ұсынуға, тіпті қонақ келгенде де дастарханға ұсынсаңыздар болады. Дәмі де соған сәйкесінше өте дәмді. Бір сөзбен айтқанда дайындап көріңіздер, ас болсын.